балаларым там жұмыртқаны алып отырыңдар, суып кеткен шығар. Алып бісміллә. Мен бастап қойдым. Осылай жеймін. Ас болсын бәрі. Ас болсын. Жақсы пісіргенмін да. Мен жұмыртқам қойды. Мен жұмыртқам қойды. Қайда мен жұмыртқам, Пісірмедіңдер мамаға? Көкдауылға бердік. Кім ол көкдауыл деген? Ет кетті. Бізде ит жоқ қой. Бар қой. Жаңа жылға дайындалайық, короче, жаңа жылға дайындалайық. Ренжідім сендерге совсем уже. Все, ас болсын, тойдың жақсы көрмеймін мен сендерді. Шынымен көкдауылға беріп қойыңдар ма? Ертеңгі күні жаңа жыл, ал менде новогодний настроение жоқ. Барлық отбасымның кесірі, блин. Ладно, ұрса екен, назар аудармасын енді. Бірақ жұмыртқаны жеп болған қалай кетті, блин. О, құдайым, ертең жаңа жылды өзім көңілді болып өткізейінші. Бір күнге отбасым жоғалып кетсінші. Өзім өткізем. Аумин. Әзімхан аға! Неге айтпайсың уже? 1:30 болды ғой, жаңа жылға дайындалу керек. Әзімхан аға, блин! Әзімхан аға, неге оятпайсың мені? Әзімхан аға! Әзімхан аға? Әзімхан аға? Әзімхан аға, қайдасың? Әзімхан аға! Папа, мама, қайдасыңдар? Бүгін жаңа жыл, мен үйде өзім қалдым. Let's go! Абрах, ладно? Бәрібір ғой. Блин, тархан шешсеңші, серлеп кеттім. Всегда мама айтатын еді, кей деп. Походу, прическам ұнамаған шығар. Ладно. О, ақша! Не істеуге болады? Магазинге барып продукт алам. Сөйттік. Шынайын. На-на-на-на-на-на-на. Дороги, на-на-на-на. Стоп. Эй! Ау. Контент шыққан? Ой. Жақсы. Давай, брат. Наконец-то кетті ема. Кир емес қой гантель ой.
Наконец-то жұмыртқа жейтін болдым. Қазір кейін звондаймын. Дөңгелек. Я! Дөңгелек. Я! Не істеп жатсың сен? Жай ғой. Бір сериал қарап едім ғой. Соның өлеңі ғой. Я онда ладно, бара бер. Все, бара бер. Рахмет те. Келіп тұрам ғой. Ей, тоқта! Не ол? Жай просто гантелім түсіп қалды. Ой. Кешірім сұрайым. Жоқ, давай, брат. Сен гантелің түсірмей жүр, е? Жақсы. Все, давай. Bir türlü adam ki ne? Кола, мороженое, все. Ладно. И қасық. Маманың тамақтарын сағынып кеттім уже. Жаңа жылға да кішкене қалды. Дайындалу керек әлі. Хотя мен өзім де дайындала аламын бәріне. Ол үшін маған үй жинау керек, шырша безендіру керек, сосын тамақ істеу керек. Все, онда кеттік. Наконец-то новогодний стол дайын. Наконец-то жұмыртқа жеп жатырмын. Жемегеніме бір жыл болып қалды. Ей! Блин, достар, терезенің алдында біреу тұр. Короче. Я мынау ғой енді келіп болмай жатыр. Қазір келсін бірге кіремін. Қазір 15 минуттан кейін уже кірем. Достар, мен ұрлайын деп жатыр. Все, жақсы, давай. 15 минуттан кейін барам. Все, давай. Достар, үйге ұры келейін деп жатыр. Ё-моё. Так, достар, 15 минуттан кейін уже үйімді тонап кетейін деп жатыр. Так что маған ловушка істеу керек срочно. Кеттік, достар, ловушка істейік. Все, вроде бәрі дайын, енді үйге кірем. Отыр алдым, көрем. Істеймін ғой бәрін. Давай. Бала. Мынандай затқа адам түсе ма? Фигня ғой ма? Ой, блин. Рюкзагым, блин. Походу ол мені көріп қалды. Анда жүрма ол, енді жүрма. Ема, ана жақта біреу қарап тұрған сияқты. Все, мен дайындалайын. Ловушка. Ну не? Ана аша алмайды дей ма? Ну явно ловушка. Фигня. Стамау керек есікті, ема тек. Мына жерден су керек походу. Ема. Мына жерден тоқтық боламын ба, не істеген мана? Жауап жүрген. Талгүк. Қолым. Туалет бар ма өзі? Туалет бар ма? Не істеген мына жақта? Туалет. Ай, кім мұны? Есектің баласы.
Черт! Тупой мань істеді. Печенье? Бұрыш қосқан ба не? Привет, привет! Кредит салдым мен достар оны. Достар, прикиньте, рұқсын кінейте жан жеріне полицейскийге звондау керек по-любому. Стай алмайсыңдар! Ешек! Мына жерге сен бір нәрсе микрофон ұстап кеттің ба? Мен білемін ғой, фигня болды. Микрофон ұстадың, походу, а? Қайда микрофон, қайда? Енді Рурика көтінәресін, көтінәрі, не қарап тұрсың бе? Достар. Ойнайым деймін бе? Шаша ар жақта ғой. Неге, тұрмаңыз кәмен, полиция шақырам. Шақырдым. Не болып жатыр ең ағам? Барлығы нормально ма екен, пожалуйста. Сынып қалмаса екен. Сен кімсің, күте тұршы? Әзімханаға? Білмейсің ба не, тупой. Сен басың істей ма? Сен не қылып жүрсің? Оның бәрін шашып. Сен білмейсің ба не, Нұрланбек? Жоқ. Таңертеңнен бері прикол ұстап жүріп қой саған. Әдейі айтпай кетіп қалдық үйден. Мама мен папа осы айфонды сатып алу үшін технодомға кетті. Ал сен? Соның заказын күттім маңдан бері. Телефонмен звондап, курьермен сөйлесіп жатырмын айқайласып. Мен білдіртпей тығып қояйын деп едім, шыршаның астына салып қойғым келді. Жаңа жылдық сыйлығың. Соны маған папай мама айтты. Білдіртпей тығылып үйге кіріп, Нұрланбекке көрсетпей салып қойсын деп. Сен басың істейма, біз Америкада емеспіз ғой, сюрприз не қыласың, біз ұры дулап болдың. Бір күн хоть сюрприз жасайын дегеніміз ғой. Мама мен папаға да звондап айттым. Барлығы нормально, уайымдама. Өзім тығып кетемін дедім. Мамнаны қарайын, бүкіл үйдің шашылды, еще бүкіл денем ауырып тұр енді. Кешірші, басыңа жаңа тиген шығар, Точно айфон ба? Көрсеш көр.